Ya. Kechirіңіз. Ғафу етіңіз. Мына жаққа рұқсат болса өтіп кетсек демек. Рахмет. Мында екен. Эльза, кешіріңіз. Падишам, мен ғой. Сені таныстырсам деп ем. Түстік аралдар ханзадасы Ханс. Мәртебелім. Ерсі болмаса, рұқсатыңызды беріңіз. Біз үйленеміз. Үйленеміз? Иә. Кешір, түсінсем бұйырмасын. Өзімізде еш нәрсені ойлап үлгергеніміз жоқ. Той қамына кірісуге бірер күн уақыт керек. Әрине, сорпа, қуырдақ, балмұздақ. Тоқта, біз сонда осында тұрамыз ба? Осында? Әрине осы үйде. Анна. Ағаларыңды түгел шақырайық. Бізге кеп тұрсын. Не дейсің? Бізде бөлме жетеді. Атай көрме. Тұра тұр. Асықпа. Мұнда ешкім де келмейді. Ешкім де үйленбейді. Тоқта, не дейсің? Сөйлесек бола ма? Өтінем. Оңаша. Жоқ, егер айтарың болса, онда оны біздің көзіміз шайды. Жақсы. Танымайтын адамға қалай күйеуге шықпақсың? Шын сүйсең неге шықпасқа? Анна, шын сүюдің не екенін білемісің өзі? Сенен жақсы білем. Сенің бар білетінің бұйрық беру ғана. Менің рұқсатымды сұрап едің ғой. Мен қарсымын. Жә. Айып етпесіңдер. Асыл тектім, мүмкін болса мен... Жоқ, араласпаңыз. Меніңше кеткеніңіз жөн. Кеш аяқталды. Қақпалар жабылсын. Не? Эльза, жоқ, кетпейсің, тоқта. Берқане биялайымды. Эльза, өтінем. Мен бұлай өмір сүре алмайым. Көп күттірмес. Жолың ашық. Бұл кешті өмірі күтпас. Сонша не жаздым саған? Жетер, Анна. Айтсаңшы, неге менімен сөйлеспейсің? Неге бәріне сырт айналасың? Сонша неден қорқасың? Қоясың ба, жоқ па? Сұмдық. Бұл сүңгі. Бұл не сұмдық? Сұмдық-ай. Сый қаршылық. Бір бәленің барын ішім сезіп еді.